Саламатсың ба балақай? Бүгінгі 104-ші сабақ қосу және азайту. Бүгін біз 20 көлеміндегі сандарды қосу және азайтуды орындауды үйренеміз. Бірінші есеп. 13-ке 5-ті қалай қосуға, 19-дан 5-ті қалай азайтуға болатынын қара дейді. Ол үшін суретке назар аударайық. Бізге сөреде банкалар берілген. Сол жақта бірінші сөреде қанша банка тұр? Жоғарғы жағында 10 банка тұр. Тұздалған қияр. Астыңғы бөлігінде 3 тұздалған қияр мен 5 қызыл қызанақ жабылған банканы көрдік. Енді қарайық. 13-ке 5-ті қалай қосқан? 13 санында 1 ондық, 3 бірлік бар. Яғни 13 10 мен 3-тің қосындысы. Соған 5 бірлікті қосқан. Бірінші бірлікке бірлікті қосады, ондықты сосын соңынан қосады. Енді астындағы екіншісіне қарайық. Яғни екіншіде ықшамдалды. Ол қалай ықшамдалды? 10 қосу 8, яғни 3-ке 5-ті қостық. Енді 10-ға 8 бірлікті қосамыз, сонда 18 болады. 13 қосу 5 тең 18 болады екен. Енді келесі екінші есепте 19-дан 5-ті азайтуымыз керек. Ол үшін 9 дегеніміз бірлік, сонда 9 бірліктен азайтамыз 5 бірлікті. 4 бірлік шығады. Енді 10-ға қосамыз 4-ті. Сонда мәні 14-ке тең болады. 19-дан 5-ті азайтсақ 14 қалады екен. Екінші есеп. Дәптеріңе жазып, оны есепте дейді. 12 қосу 6 тең. Біз 12-ні 10 қосу 2 деп жіктедік. Енді бірлікке бірлікті қосамыз. 2 қосу 6. 2-ге 6-ны қоссақ 8 шығады. 10 мен 8-дің қосындысы 18 шығады. Сонда 12-ге 6-ны қоссақ тең 18 болады екен. Келесі екіншісі. 16 азайту 2 тең қанша болатынын есептейік. 16-ны 10 мен 6-ның қосындысы деп аламыз. Енді бірліктен бірлікті азайтамыз. 6-дан 2-ні азайтамыз. 4 қалады. Енді 10-ға қосамыз 4-ті. Сонда 14 шығады. 16-дан 2-ні азайтсақ 14 қалады екен. Келесі 18 азайту 4 тең қанша болады? Есептейік. 18-ді 10 мен 8-дің қосындысы деп аламыз. Енді бірліктен бірлікті азайтамыз. 8-ден 4-ті азайтамыз. Сонда 4 қалады. Енді 10-ға қосамыз 4-ті. Тең 14 болады. Сонда 18 бен 4-тің айырмасы 14 болады екен. Келесі 14 қосу 2 тең. 14-ті 10 мен 4-тің қосындысы деп аламыз. Енді бірлікпен бірлікті қосамыз. 4-ке 2-ні қосамыз. 6 шығады. 10-ға 6-ны қосамыз. 16 шығады. Сонда 14 пен 2-ның қосындысы 16 болады екен. Үшінші есеп. Есептеуді түсіндір. Теңдіктер құр дейді. Бізге бұл есепте түстерге байланысты берілген. Жасыл түске ондықтар, ал күлгін түсте бірліктер берілген. 10 қосу 6 тең. Біз бірлікке бірлікті қосаламыз, бірліктен бірлікті азайтамыз. Енді бұл жерде 0-ге 6-ны қосамыз, себебі екеуі де бірлік. Сонда 6 болады. Ал 1-ді сол күйінде жаздық. Сонда 10-ға 6-ны қоссақ 16 болады. Енді астындағы өрнекке қарайық. 6 қосу 10 тең. Бұл жерде 6-ға 0-ді қосамыз, тең 6 шығады. Ал 1-дің өзін жазамыз. Сонда 6-ға 10-ды қоссақ 16 шығады. Келесі 11-ге 8-ді қосамыз. Ол үшін 1 бірлікке 8 бірлікті қосамыз. Сонда 9 шығады. 1-дің өзін жазамыз. Сонда 11-ге 8-ді қоссақ 19 шығады. Келесі 9-ға 10-ды қосамыз. 9 бірлікке 0 бірлікті қосамыз.
Сонда 9 бірлік шығады. Бірдің өзін жазамыз. 9-ға 10-ды қоссақ 19 болады екен. Келесі енді азайтуды орындап көрейік. 16 азайту 3 тең. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 6-дан 3-ті азайтамыз. 3 қалады. Бірдің өзін жазамыз. Сонда 16-дан 3-ті азайтсақ 13 қалады. Келесі 16 азайту 6 тең. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 6-дан 6-ны азайтсақ 0 қалады. Бірдің өзін жазамыз. Сонда 10 қалады екен. Келесі 10-нан 10-ды азайтамыз. 0-ден 0-ді азайтамыз. 0 қалады. 1-ден 1-ді азайтсақ 0. Сонда 10-нан 10-ды азайтсақ 0 болады екен. Келесі 19-дан 5-ді азайтамыз. 9-дан 5-ді азайтамыз. 4 қалады. 1-дің өзін жазамыз. Сонда 14 қалады екен. Енді астындағы бос тұрған жерлерге өзіміз есеп жазайық. 12 қосу 3 тең. Бірлікке бірлікті қосамыз. 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. 1-дің өзін жазамыз. Сонда 15 шығады екен. Келесі 15-тен 3-ті азайтамыз. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 5-тен 3-ті азайтсақ 2 қалады. 1-дің өзін жазамыз. Сонда 15-тен 3-ті азайтсақ 12 қалады екен. Төртінші есеп. Есепті шығар. Дәптеріңе сұлбасын сал. Оны толтыр дейді. Бөшкеден 3 литр су құйып алынғанда, оның ішінде тағы 15 литр су қалды. Бөшкеде қанша литр су болған? Азайту амалымен шығаратын кері есеп құрастыр дейді. Енді шартын құрып көрейік. Бөшкеде алынды 3 литр, қалды 15 литр. Енді бізге бастапқыда болған судың мөлшерін тап дейді. Оны табу үшін алынған суға қалған суды қосамыз. Сонда 15-ке 3-ті қосамыз. Қанша болады? 18 болады. 18 санын табу үшін бірлікке бірлікті қосамыз. Ондығын өзін жазамыз. Сонда бастапқыда бөшкеде 18 литр су болған. Бізге берілген сұлбада мына көп бөлігіне 15 литр жазамыз. Кіші бөлігіне 3 литр жазамыз. Ал барлығына астыңғы бөлігіне 18 литр жазамыз. Енді 5-ші тапсырма. Сырым мен Әлияның текшелерге қарап тұрған орынның нөмірін ата дейді. Сырымды 1-ші орынға отырғызатын болсақ, оған көк және жасыл түсті текшелер ғана көрінеді. Қалғандары оның артында тұрады. 2-ші орында кім отыр екен? Сырым отыр екен, я, дұрыс айтасың. 4-ші орынға Әлияны отырғызсақ, Әлия жасыл мен көк түсті көреді екен, ал қалғандары оның артында қалады. Және де 3-ші орынға Әлияны отырғызатын болсақ, ол көкті, жасылды көреді екен. Берілген көріністі Әлия 3-ші орында отырып көре алады екен. Сонда Әлия 3-ші орында, ал Сырым 2-ші орында отыр екен. Берілген текшені толық көре алады сол кезде.